Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сыныпқа арналған сабақ. Сабақтың тақырыбы қорытындылаушы ойындар және ережесі жеңілдетілген оқу-үйрену ойыны. Сабақтың мақсаты қозғалыс белсенділігіне байланысты қиындықтарға төтеп беру және қауіпке жауап қайтару қарапайым дағдыларын дамыту. Қимыл қозғалыс кезінде допты қабылдау және беру дағдыларын үйрету. Қозғалыс ойындарда футбол элементтерін жетілдіру, допты дұрыс алып жүру, кедергілер арқылы алып жүру, арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті дамытуға септігін тигізу. Күтілетін нәтиже: қауіпсіздік ережелері мен допты беру және қабылдау техникасының нұсқаларын және футбол ойыны туралы біледі. Үй жағдайында практикалық тұрғыда орындай алады. Осы слайдта көрсетілген ережені үй жағдайында да негізгі жаттығуды орындау алды. Жаттығуды орындау барысында міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтағанымыз жөн. Осы бөлімде бейнеленген жалпы дамыту жаттығулар легін әр таңертеңгілік уақытта үнемі орындап тұрамыз. Осы сабақ барысында ойын кезінде финттер жасау, яғни финттерді игеру үшін доп пен допсыз орындалатын жаттығу үлгілері, бұл жаттығудың әдістің техникалық мақсаттылығы және допты табанмен тоқтату, сермеу тағы басқа финт түрлерімен теория түрінде оқып танысып шығып, ережесін ұғынып алуларыңызға болады және ойын барысында осы меңгерген, ұғынған ережелерді ойын барысында қолданғандарыңыз дұрыс. Келесі слайдтан оқушылар футбол қақпалары туралы мағлұматпен танысып, оқып, тамашалап шығуларыңызға болады. Енді келесі кезекте осы сабағымызға тікелей байланысты бейнероликті тамашалап қарауларыңызға шақырамын. Футболдың екі түрі бар: футбол және кіші футбол. Оқушылар, бүгін біз кіші футболдың тактикасын меңгеретін боламыз. Жалпы кіші футболдың неше түрлі тактикаларын қолдануға болады. Соның бірін бүгін қарастыратын боламыз. Бұл жерде сендер бір қақпашы, екі қорғаушы және екі шабуылдаушыны көріп тұрсыңдар. Қарсылас командадағы ойыншылар әр ойыншыны жабуға тырысады. Сол себепті оң қанатпен ойнау тактикасына көшеді. Демек үш ойыншы оң қанатта қорғаушы және жартылай қорғаушы және шабуылдаушы рөлін атқарады. Бір ойыншы сол қанатта қорғаушы болып тұрады. Қорғаушы қақпашы оң қанатта қорғаушыға береді, оң қанатта қорғаушы жартылай қорғаушыға береді. Жартылай қорғаушы шабуылшыға беріп, өзі ортаға қарай жүгіріп допты қабылдайды. Допты қабылдаған соң допты тебеді. Енді ойында қалай қолданатын көріңіздер. Ал енді оқушылар, сендер кіші футбол тактикасын меңгерді деген ойдамын. Үй тапсырмасы: жалпы дамыту жаттығулар легін орындап тұру, футбол ойыны кезіндегі жаттығуларды қайталау, допты алып жүру жаттығуын орындау, аяқ бұлшық ететін, дамытатын жаттығуларды орындау. Зейін қойып қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.